Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгін 4 қыркүйек 2025 жылы Астана аренада үлкен чемпионат болайын деп жатыр. 2026 жылғы іріктеу матчы. Кардифте Уэльс пен қазақстандық команда 3-1 есебінде жеңілген болатын қазақстандықтар. Ендігі кезек біздің жігіттер, құдай қаласа, Уэльсті қабылдайды. Бүгін матч болады, достар. Біз еліміздің футболшыларын қолдайық. Білесіздер ме, осы Уэльстің арнайы жанкүйері 5000 километр бағындырып, сонау 12 мемлекеттен асып, осы мемлекет біздің Қазақстанға келіп, осы Уэльске қолдау білдіруге келіп отыр, достар. Бұл қандай Уэльстің жанкүйерлерінің өздерінің футболшыларына деген махаббаты деп білеміз, достар. Ендігі біз Қазақстанға біз қолдау білдірейік, достар. Кәнеки патриоттық сезімімізді қолдап, кәнеки бәріміз осы матчты отуға күш жігеріміз салайық, кәнеки достар. Патриоттық сезімімізді оятайық, кәнеки достар. Лайк басып, тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар, достар. Әлем чемпионатына шығайық, отайық, достар.